Сәлем достар, сіздермен бүгін аджарский хачапури дайындайтын боламыз. Ол үшін жарты қасық тұз, жарты қасық қант және дрожжимізді жылы суға, ыссы емес жылы суға алып ертеміз және жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз, яғни тұзы қанты жақсы еру керек. Содан кейін ыдысымызға ұнымызды салып, ситодан өткізіп елеп аламыз. Одан кейін бізге дайын болған суымызды, яғни дрожж араласқан суымыз міне осындай болу керек. Жақсылап оны араластырамыз да ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне дайын болған қамырымыз осындай болу керек, жұмсақ болу керек, қолға кішкене жабысып тұратын болады. Осыны енді қамырымызды әдемілеп, жақсылап формасын келтіріп, міне осындай болу керек. Осылай жасаймыз. Сосын оның ішіне сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майды бірден құймаймыз, яғни жаймен бөліп, иіні қанғанша осылай құйып, қамырды илейтін боламыз. Одан кейін қалған бөлігін құйып, қамырымызды илеуді жалғастырып, осылай жайып, жақсы қамыр илейміз. Міне осындай дайын болған қамырымызды жылы жерге, осы ыдысымыздың ішін майлап, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша ірімшігімізді, яғни сырымызды үкіштен өткізетін боламыз. Әдетте хачапури үшін сулугуни ірімшігін пайдаланады, бірақ менде осындай орыстың сметанный ірімшігі болғандықтан мен осыны пайдаландым. Оның үстіне бір жұмыртқаның ағын салып араластырамыз, ал сарысын хачапуридің бетіне жағуға алып қаламыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын оның үстіне бір ас қасықтай ұн салып араластырамыз. Өте дәмді сондай хачапури шығады. Осы хачапурийімізға ірімшікті теңдей бөлу үшін мен осындай бөліктерге бөліп алдым. Дайын болған қамырымыз міне осындай болу керек. Қамырымызды алып, оны үстелдің үстіне қойып, жақсылап қолмен жайып, ірімшіктерімізді орналастырып, хачапуримізді жасайтын боламыз. Осылай ірімшігімізді орналастырып, хачапуримізді жасап алатын боламыз. Жақсылап асықпай жасаңыздар. Менде асығып жасалғандықтан хачапуримнің бір шеті ірімшігі шығып кетті. Сондықтан да сіздер асықпай жасаңыздар. Міне дайын болған хачапуриді осындай листке орналастырамыз. Яғни біз пешімізді алдын ала 200 градуста қыздырып аламыз.
осылай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып әдемілеп барлық жеріне жағатын боламыз. Ол өте маңызды, өйткені біздің хачапурimiz әдемі болып қызарып шығатын болады. Біздің үйдің балалары осындай хачапуриді, жұмыртқаны толық піскен жақсы көретін болғандықтан жұмыртқаны ішіне салып, яғни оны толық піскенше пісіріп алатын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.